Бір адамның өмірін сақтап қалуға не керек? Кейде бір ғана шешім, бір ғана мүмкіндік жеткілікті. Бірақ оның артында дәрігерлердің үлкен еңбек жатыр. Бүгінде Қазақстанда донорлық ағзаға мұқтаж 4700-ден астам адам кезекте тұр. Ал отандық дәрігерлер донорлық ағзаны ұзақ қашықтыққа қауіпсіз жеткізетін жаңа жүйені әзірлеп жатыр. Бұл талай адамға үміт сыйлайтын жаңалық әрине. Бұл туралы белгілі қазақстандық хирург, трансплантолог және онкоуролог дәрігер Мс Асықбаевпен дәл қазір сұхбат құрамыз, және қымбатты көрермен естеріңізге салайық. Маманға, қонағымызға қояр сауалыңыз болса, бізге тікелей эфирде хабарласып, сауалыңызды жолдауға мүмкіндік бар. Мс мырза, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Енді донорлық ағза, трансплантация, трансплантология өте өзекті, маңызды біздің қоғамдағы тақырып қой. Жалпы сандарға қарасақ, көз жүгіртсек, донорлық ағзаға біздің елде мұқтаж 4739 адам бар екен, яғни 5000-ға жуық. Жалпы бұл көрсеткіш енді өткен жылдармен салыстырғанда әлі де жоғары болып тұр екен. Неліктен, қандай себептері бар, қандай мәселелер бар? Яғни бірінші статистика жүгінетін болсақ, бұл жерде жылдан жылға бана күту парағында тұрған пациенттердің саны өсіп келе жатыр. Былтырғы көрсеткіш мысалға 4300 болатын болса, оның алдыңғы осыдан бір 5 жылдық көрсеткішті алатын болсақ, ол 3500 адам тұрған. Қазіргі таңда 4739 пациент. Жоғары. Әрине ол жылдан жылға өсіп келе жатыр. Күту парағында тұрған. Оның ішіндегі енді жылдың өсудің себебі ол банағы бүйрек жеткіліксіздігі, бауыр, жүрек жеткіліксіздігі, өкпе жеткіліксіздігінің, яғни диагностикасының ерте сатысында анықтауы біріншіден. Екіншіден, ол пациенттердің барлығы бана трансплантация мұқтаж пациенттердің жылдан жылға санының өсуінің бірі, ол банағы бүйрек трансплантациясы болсын, бауыр трансплантациясына мұқтаж пациенттердің артуы, ол трансплантация жасалған менде түсіп жатқан пациенттердің саны көп. Яғни жылына кем дегенде ағза трансплантациясына мұқтаж ретінде жаңадан 500-600 пациент кеп түседі. Яғни науқастар қатары елімізде жыл сайын артып отыр деген сөз ғой бұл. Неліктен біз денсаулығымызды жалпы қазақстандықтар күтпейміз бе, әлде басқа да бір себептер бар ма бұған? Бұл жерде, яғни бұл көбінесе ағза жеткіліксіздігіне алып келетін, бұл аутоиммунды көбінесе аурулар. Ол жерде бұл денсаулығын күтуіне байланысты емес. Яғни бұл жерде денсаулығын ұқыпты күтетін азаматтарда ауру мүмкін. Яғни бұл ауру көптеген факторлардың әсерінен болуы мүмкін. Яғни бір ғана фактор емес алып келетін. Ол жиі ангинамен ауру, ол бағанағы бүйректің жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін, және де жүректің ақауына да алып келуі мүмкін. Жүректің жеткіліксіздігіне, одан бөлекте өзіміздің иммунды системамыздың ауытқуына байланысты ағзалардың жеткіліксіздігі болады. Ол бана тағамдарда болуы мүмкін, банаға өз-өзіне немқұрайлы қарайтындар, зиянды әдеттерді жиі қолданатын, оның ішінде ішімдік, шылым тарту, көбінесе бана энергетиктерде, оның барлығы әрине осындай ауруларға кеп соғады. Қарапайым әдеттерден басталады дейсіз ғой. Ал қазақстандық дәрігерлер әзірлеп жатқан донорлық ағзаны тасымалдаудың жаңа жүйесі туралы сөйлессек, ол қай сатыда дәл қазір? Қазіргі таңда ол эксперименталды сатыда. Бұл ағзаны банағы донордан алғаннан кейін мұқтаж пациентке салудың уақытын ұзарту. Екі ортадағы уақытты ұзарту. Яғни бұл жерде әр ағзаның өзінің өміршеңдігі бар. Яғни жүректің ұзақтылығы 4 сағатқа дейін, бауыр 6-10 сағатқа дейін. Яғни осы сағаттың ішінде екінші адамға, мұқтаж адамға салып болу керек. Әрине, осы мұқтаж адамға салып біту керек. Яғни ол мерзім өте қысқа, бана 4 сағаттың ішінде мысалға ағзаны басқа қаладан санавиация көмегімен тасымалдап алып келгеннің өзінде де мұқтаж пациент басқа қалада тұратын болса, мысалы оңтүстікте тұратын болса, ол Астана қаласына жетем дегенше бірнеше уақыт алады. Яғни осы мерзімде, осы бана жаңа машинды перфузия деп аталады. Ол тек қана тасымалдауға ғана арналған машина емес, яғни емдік қасиеті де бар. Бұл жоба, яғни ғылыми жоба, зерттеу жұмысымыз біздің кардиохирургтермен бірлесе отырып жасалып жатқан жобамыз. Яғни бірінші қазіргі таңда жүрекке
жүріп жатыр. Тексерулер, яғни жануарларға тексеріп жатырмыз. Бұны кардиохирургтар бірінші жүрекке, екінші қазіргі таңда бауырға зерттеу жұмыс жатыр. Осы бауырды бітіргеннен кейін бүйрекке, яғни бүйректе банаға жануарларға эксперименталды жұмыстарымызға кірісеміз. Бұл машинды перфузия, яғни дүниежүзінде теңдесі жоқ жаңа технологиялардың бірі. Бұл аппарат банаға ағзаның өміршеңдігін ұзартып, трансплантация жасағанға дейін және де емдік көмек керек болатын болса, сол бана аппараттың ішінде емдік жұмыстарын дәрігерлер жасап, сосын бар ағза трансплантация. Яғни бұл аппарат сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы трансплантация жасалатын ағзаның өміршеңдігін ұзақ ұстауға көмектеседі ғой. Бұл барлық тек жүрек қана емес, барлық ағза органдарға да қатысты ма? Иә, барлық ағзаларға. Яғни қазіргі таңда бізде белсенді жүріп жатқан зерттеуіміз ол жүрек пен бауырға, яғни бауырды бітіргеннен кейін бүйрекке кірісеміз. Жақсы, өте керемет. Яғни бұл жаңағы ағза, донор ағзасына мұқтаж жандардың өмірін сақтап қалуға, көптеген әсері, жақсы жағына әсері бар дейсіз ғой. Мөлс мырза, енді жалпы бұл салада қандай өзгерістер бұдан өзге күтілуде? Қандай жаңалықтар бар тағы да? Енді біздің елімізде енгізіліп жатқан жаңалықтар ол бағанағы сол машина перфузиядан бөлек, яғни қан тобы сай келмейді, трансплантация жасаймыз. Қан тобы сәйкес келмесе? Иә. Сонда да жасалынады? Әрине, жасалынады. Ол біздің орталықта алғашқы болып біз енгіздік. Қалай жүзеге асады? Яғни, мысалға, мұқтаж пациенттің туысқан донор бар дейік. Яғни, туысқан доноры бар, бірақ та қан тобы сай келмейді. Осы алғаш рет біз 2023 жылдан бастап осы әдісті қолданып енгіздік елімізде. Оған дейін тек қана қан тобына қарайтын едік. Қан тобы мұқтаж пациент пенен донорының екеуінің қан тобы сай келу керек болатын. Сол кезде ғана ота жасай алатын едік. Қазіргі таңда ол енді дүниежүзілік шетелдік әріптестеріміздің тәжірибе алмасу арқасында біздің елімізді енгізіп, осындай қан тобы сай келмесе де мұқтаж пациенттерге туысқандары донор болатын болса, осындай қан тобы сай келмейді трансплантация жасаймыз. Екінші түрі жоғарыға сенсибилизацияланған трансплантация дейді. Яғни ол мұқтаж пациентке трансплантация қарсы көрсеткіш болса да, иммунологиялық жағынан қарсы көрсеткіш болса да, ана иммунды системасын дәрі-дәрмектерменен реттеп, сөйтіп трансплантация жасаймыз. Бұдан бөлек енді дүние жүзінде қазіргі таңда жаңа, бұл айтқанда, ксенотрансплантация дейді, жануардан адамға салатын, ағза салу. Сондай трансплантацияның түрі енгізіліп жатыр. Бұл енді толық әлі практикаға енгізілген жоқ. Қазіргі таңда Америка құрама штаттарында осыған дейін 3 адамға әлемде банаға шошқаның бүйрегін ағзасын адамға салды. Мелс мырза, енді бұл туралы толығырақ айтсаңыз, енді қашан жүзеге асты және ол азаматтың қазіргі кезде денсаулығы қалай екен, қанша жыл болды, қалай өмір сүріп жатыр енді қызық шошқаның ағзасын? Бірінші рет бұл трансплантацияны 24-ші жылы Америка құрама штаттарында салды, бірақ та ол толыққанды жүзеге асқан жоқ. Салған бүйрек сәтсіз болды. Иә. Бір айда 24 сағаттан кейін банаға организм қабылдамай бүйректі алып тастады. Екінші әрекеттері былтыр болды. 25-ші жылы наурыз айында жасалды. Ол қай жануардан? Бана шошқадан алынды. Яғни генно модифицированный шошқа дейді. Арнайы бұл өсірілген, дайындатылған, яғни жануарлық, бұлай қарапайым сөзбен айтқанда, жануарлық қасиетінен айырылған сол шошқадан бүйрегін алдын ала дайындайды. Соны екінші рет жасалды. Ол отада бір айға ғана, ағза салынған ағза бір айға ғана жарамды болды, бір айдан кейін алып тастады. Үшінші әрекеті ол да осы жылдың басында болды, егер шатаспасам, наурыз айында болды. Ол салған отасы қазіргі таңда жақсы,
өміршеңдігі олар бақылап отыр. Бірақ та әлі де 100% толыққанды организмге сіңіп кетті деп оны айту қиындау. Ол жөнінде де мақалалар шығарылды Америка құрама штаттарында. Ол әлі қазіргі таңда толыққанды әлі практикаға енген жоқ. Яғни шошқаның ағзасы салынған орган, жаңағы ағза сәтсіз болды дейсіз ғой, үш ретте де. Енді бұл жерде Мелс мырза, бізде сауал көп. Неліктен шошқа таңдалып алынды және алдағы уақытта қандай жаңалықтар, өзгерістер бар бұл салада? Азаған үзілістен кейін жалғастырайық. Және көрермен қояр сауалыңыз болса, хабарласыңыздар, экран нөмірі, нөмірлеріміз экранда көрсетілген, бізбен бірге болыңыздар. Қазақстандық дәрігерлер донорлық ағзаны тасымалдаудың жаңа жүйесін әзірледі. Қазір бұл технология клиникаға дейінгі зерттеу кезеңінен өтіп жатыр. Жаңа жүйе болашақта мүмкіндік арттырады. Донор кез келген өңірде болуы мүмкін, ал жүрек трансплантациясында ағзаны небәрі 4 сағаттың ішінде жеткізу қажет. Осы қиындықты шешу үшін отандық мамандар жаңа технология жасап шыққан. Бүгін осы жаңалықтың маңызы туралы жас трансплантологпен сұхбатымызды жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, естеріңізде болса, үзілістің алдында Мелс Асықбаев мырзамен сұхбатымызды бастаған болатынбыз. Мелс мырза өте қызықты болып жатыр. Енді жаңа сауалымыздан жалғастырайық. Көрерменге де қызық қой, неліктен шошқа жалпы ДНК-сы ұқсас адам ағзасына, дегенмен де 3 ретінде де сәтсіз болған адамға жаңа бүйрегін ауыстырған кезде. Яғни бұл жерде шошқаның бүйрегінің пішіні толық адами адамға ұқсас болғандықтан сол шошқаны қазіргі таңда қарастырып жатыр. Енді бұл жерде ең бастысы барлық дүние жүзінде осы қазіргі таңда барлық мемлекетте донор тапшылық мәселесі өзекті болып жатыр. Яғни біздің елде де донор тапшылығы ең басты трансплантацияда мәселелердің бірі, ол донор тапшылығы. Яғни дүниежүзілік трансплантологтар қоғамының осындай донор тапшылығын ескере отырып, шошқаның бүйрегін толыққанды қазіргі зерттеп жатыр. Яғни Қытайда белсенді зерттеулер жүріп жатыр, Жапонияда белсенді зерттеулер жүріп жатыр. Соның бірінші болып сол Америка құрама штаттары бастаған болатын. Яғни бүйректің қазіргі таңда трансплантацияға мұқтаж ең көп пациенттер ол бүйрек трансплантациясына мұқтаж. Біздің еліміздің өзінің статистикасын алатын болсақ, 4300 пациенттердің сол көбісі мұқтаж, бүйрекке мұқтаждар. Яғни оның бір адамның өміршеңдігін ұзарту, ол диализ аппаратында, яғни жасанды бүйрек аппаратына байланысты өмірін ұзартып отырады. Яғни аптасына 3 рет диализ алып жүреді ондай пациенттеріміз. Яғни бұл жерде ең ауыр тиетіні бауыр трансплантациясына мұқтаж пациенттер. Яғни оған жасанды аппараттар қазіргі таңда дүние жүзінде де жоқ. Яғни ең басты шешімдердің бірі бауырда. Яғни бауыр жеткіліксіздігі болған жағдайда тез арада бауыр трансплантациясын жасау. Яғни ол туысқандардың біреу болу керек, немесе мәйіттік трансплантациядан ағза алыну керек. Ал жүрек трансплантациясына келетін болса, ол жерде жасанды сол қарыншалық аппараттар ойлап табылған. Ол әдістер біздің елімізде кардиохирургтармен толыққанды қолданылады. Оталар, яғни ол отамыз жүрек жеткіліксіздігінде ол уақытша адамның өмірін ұзартады. Яғни ең басты шешім ағза жеткіліксіздігі кезінде ол трансплантация жасау. Ең бастысы біздің еліміздегі трансплантацияның барлық түрі жасалынады. Бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе, көздің мөлдір қабатының трансплантациясы жасалынады. Сүйек кемігінің трансплантациясы жасалынады. Одан бөлек ксенотрансплантация дейді, терінің трансплантациясы жасалынады. Яғни жануардан қазіргі таңда да біздің орталықта бауыр, бүйрек, сүйек кемігі дейді, және де терінің трансплантациясы толыққанды жасалынады. Терінің трансплантациясы біздің орталықта ауқымды күйіктердің кезінде, яғни жануардың несінен, былай айтқанда, плацентасынан алынып,
тері жасап, ана үлкен ауқымды күйіктер кезінде трансплантация жасайды. Енді орталық туралы айтып жатсыз ғой, жалпы Қазақстанда осындай трансплантация орталықтарының саны қанша? Қазіргі таңда 11 орталық бар. Ол сіздің ойыңызша ол көп па, аз ба? Ол жеткілікті. Жеткілікті ма? Трансплантацияны, яғни орталық Қазақстанда толық солтүстікпен қамтамасыз ететін біздің орталық бар. Бауыр бүйрек трансплантациясы бойынша кіші жастағы балдарға трансплантация жасайтын, яғни ана мен бала орталығы бар. Жүрек трансплантация жасайтын ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы бар. Одан бөлек жүрек трансплантациясына жасайтын Шымкент қалалық жүрек орталығы бар, және де Алматы қаласында банағы кардиология және ішкі аурулар орталығында жүрек трансплантация жасайды. Ал бауыр трансплантациясы қазіргі таңда 2 ғана орталық жасайды, яғни біздің орталықпенен ұлттық ғылыми онкология орталығы, және де Алматы қаласында ұлттық ғылыми хирургия орталығы жасайды. Ал бүйрек трансплантациясына келетін болсақ, ол жерде біздің орталықтан бөлек Алматыда жасалынады, Шымкентте, Қызылордада жасайды, Түркістан облыстық ауруханасында, және де Ақтөбе облыстық клиникалық ауруханада, яғни бүйрек трансплантация жасалынады. Жақсы, Мелис мырза, енді бәріміз білеміз, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қайтыс болғаннан кейін донорлыққа, ағза донорлығына келісім беретін мәлімдеді. Енді жалпы осы қоғамда бұл мәселе өте соңғы кезде жиі көтеріліп жүр, өте өзекті. Қазақстандықтардың ағза донорлыққа көзқарасы өзгеріп келе ме? Және бізді көріп отырған көрермендер арасында бәлкім жаңа қайтыс болғаннан кейін ағза донорлығына келісім беремін десе, ондай азаматты қайда алдын ала өтініш жазу керек па, не істеу керек? Яғни банағы соңғы жылдары трансплантацияны, яғни сұрақтар мәселелерін жиі көтеріп жатқанымыз, ол бана статистиканы алдында айтып кеткендей, күту парағында тұрған пациенттердің санының көбеюінде. Біріншіден. Екіншіден, жыл сайын трансплантация жете алмай, жылына 350-ден аса пациенттеріміз көз жұмып жатыр. Яғни жылда 500-600 пациент мұқтаж болып түссе, одан бөлек 350-ге жуық пациенттеріміз көз жұмып жатыр. Соның бәрін ескере отырып, біздің елімізде қазіргі таңда ең басты мәселелердің бірі трансплантацияда, ол донор тапшылығында. Яғни біздің жасап жатқан трансплантациямыздың мысалы ретінде бүйрек трансплантациясын алайық. Бүйрек трансплантациясының 90-95% ол туыстық трансплантация. Енді туыстық трансплантациямен біз донор тапшылығын толыққанды қамтамасыз ете алмаймыз. Енді бұл донорлық тапшылық болмау үшін жалпы не істеу керек? Қандай да бір әдістер мүмкін қолданылады? Әдістер болғанда ең басты шешім бұл мәйіттік трансплантацияны дамыту. Яғни еліміздің азаматтарымыздың мәйіттік трансплантацияда ең көзқарасын өзгертуіміз керек. Яғни түсіндіру жұмыстары осы сіздер арқылы, бұқаралық құралдар ақпараттары арқылы біз елімізде трансплантацияның қажеттілігін, және де енді қисын әңгімелер жүреді ғой. Жаңағы қайтыс болғаннан кейін ағза донорлығы болуына келсем дейтін азаматтар не істеу керек қазір? Ол жерде қазіргі таңда егов парақшасы арқылы әр азамат өзінің келісімін немесе қарсылығын білдіре алады. Яғни жеке парақшасына өтіп егов арқылы сол жерде денсаулық деген бағытында толыққанды ағза доноры болуға сіз келісесіз бе, әлде қарсылығыңыз бар ма деген сұрақтарға жауап беруге болады. Бұдан бөлек қай ағзаға егер келісім беретін болса, қай ағзаға донорлық болуына келісімін қалдыра алады. Яғни осы егов порталы арқылы толыққанды біздің кез келген азаматымыз келісімін бере алады. Яғни осы сала маманы трансплантолог ретінде айтарыңыз, мәйіттік донор ағзасын дамыту керек, және кез келген азамат жаңа егов арқылы өзінің келісімін не келіспейтінін айтса, бұл мәселенің шешілуіне жаңа атсалысады дейсіз ғой. Осы саладағы ең қиынға соғатын және ең қуанышты сәттермен бөліссеңіз, жеке өзіңізге, осы трансплантология дейікші. Енді бұл жерде әр хирургтың өзінде бір қуанышы болады, қайғысы да болады. Енді ең қиыны хирургқа ол банағы пациентті жоғалту. Әрине өте әр хирургқа ол ауыр тиеді. Тек қана хирургтарға да емес, ол дәрігерлерге де. Біздің енді маған пациенттер көп келеді. Трансплантация мұқтаж пациенттердің. Ол пациенттердің бәріне
кеңесімді беріп жүрген кезінде бір пациенттің бүгін келіп ертең көз жұмып қалса ең ауыр тиетіні осы. Яғни трансплантацияға үміттеніп, трансплантация жасатамын деп асығып жүрген пациенттердің трансплантацияға жете алмай көз жұматын ол дәрігер үшін өте ауыр тиетін бір қиын жағдайлардың бірі. Ал қуанышты жағдайлардың бірі ол пациентке трансплантация жасалған кезде, яғни ол әрі сәтті өткенде дейсіз. Иә, сәтті өткенде. Енді Құдайға шүкір, қазіргі таңда оталарымыздың былай айтқанда 99-100% сәтті өтеді. Неліктен? Өйткені біз қазіргі таңда трансплантацияға дейін толық донор мен реципиентті тексеруден кейін ғана терең анализ бар, оны сәйкестігін анықтаймыз алдын ала. Сол сәйкестік бізге иммунологиялық жағынан ағза салған бүйректі қабылдай ма, қабылдамай ма, біз сол лабораториялық тексеру арқылы толыққанды көз жеткеннен кейін ғана ота жасаймыз. Енді соны көз жеткеннен кейін отамыздың көбісі, яғни 99-100% сәтті өтеді. Жақсы, Мэлс мырза, жаңа сұхбатқа келгенде, студияға кіргенде өзіңіз айтқан едіңіз, пациенттердің науқастарын күтіп отыр, уақытым тығыз деп. Соған қарамастан уақыт бөліп, тікелей эфирге келіп, көптеген көрерменнің ойындағы сауалдарға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Және өздеріңіз айтқан жаңағы ағза донорлығын ұзағырақ өміршеңдігін созатын, ұзартатын аппараттарыңызға да сәттілік тілейміз. Енді көптеген науқастың жазылып қатарға қосылуына үміт сыйлап жүрген бірден бір ақ халатты жандарсыздар ғой. Аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Қымбатты көрермен, бізде аздаған үзіліс, арнамыздан алыстамаңыз.